Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге араб халқының өте ерекше тәттісімен бөлісетін боламын. Өзгеше дайындалады. Салмасына шоколадтарды немесе кремдерді қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолжетімді үйде бар заттармен жасалады. Қызық болса видеомды соңына дейін көріп, мені қолдап арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүтіміздің үстіне жылы суды, одан кейін құмшекер және дрожж қосып араластырамыз. Одан соң ұнды бөліп қосып отырып, тағы да араластырамыз. Барлық құрамның мөлшерін әпсенеге қалдырып кететін боламын. Араластырып болғаннан кейін бетін салфанмен немесе басқа да нәрсемен жауып, бөлме температурасында кемінде 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін алып, үстіне пісе май қосып, тағы да араластырамыз. Одан соң бір шай қасық қопсытқыш, яғни расырғытел қосамыз. Осымен қамырымыз дайын болды, сұйықтау болып шығады. Енді қызып тұрған табада ешқандай пісе май құймай, осы қамырымызды 2 қасықтан қосып, жайып шығамыз. Егер сіздер кішкентай болғанын қаласаңыздар, 1 қасықтан қосып, кішкентай етіп жасасаңыздар болады. Блинчик пісе бастаған кезде осылай тесіктер шығып, сарғая бастайды. Осылай толық сарғайып, асы піскен кезде аламыз. Барлығын солай пісіріп аламыз. Менің арнамда басқа да түрлі тәттілердің немесе ыстық тағамдардың рецептері өте көп. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Енді блинчиктің арасына кез келген салманы салсаңыздар болады. Мысалға джем, варенье, шоколадты паста немесе етті салмаларды қолдансаңыздар болады. Мен тәтті болғанын қалап, осылай шоколадты ерітіп қосын. Одан соң шет-шетін бір-біріне үш-бұрышты етіп жабыстырып шығамыз. Видеодағыдай қатты қысып жабыстыру керек, сонда ашылып кетпейді. Солай барлығының арасында қалаған салмаларыңызды қосып, түйіп шықсаңыздар болады. Осымен араб халқының өте ерекше тәттісі дайын болды. Қарапайым құймаққа қарағанда өте ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнаса мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.